Екі түрлі ресторандық салат жасаймыз, бірақ екеуіне де бірдей авторлық соус пайдаланамыз. Олардың барлығын ингредиенттерін осы видеоның астына жазып қоямын. Бізге қажет ингредиенттер мына жерде: соусқа тұз, бұрыш, горчица, бал, соевый соус, зәйтүн майы мен күнбағыс майы. Зәйтүн майы мен күнбағыс майын мен араластырып саламын. Сол кезде дәмі жақсы шығады. Оған осы балды қосамыз, жақсылап араластырамыз. Горчицаны қосамыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді қант саламыз. Соя соусынан 1-2 тамшы ғана саламыз. Барлығын осылай венчикпен араластырыңыздар. Дәміне қарай тұз, бұрыш саламыз. Бұл соусты басқа да түрлі көкөністен жасалатын салаттарға қоссаңыздар болады. Сондай бір тәтті дәмі бар, керемет сондай соус болып шығады. Ал енді бірінші салатты жасаймыз. Браслет тәрізді болып шығу үшін ортасына осындай стакан қойдым. Айналасына жапырақтарды, менде жапырақтар әртүрлі микс, соларды салып шықтым. Ішінде руккола да бар, монгола да бар, әртүрлі жапырақтар. Одан соң мандаринді алып, осылай дөңгелетіп кесеміз, және де әдемі қылып орналастырамыз. Айтпақшы, мынадай микс жапырақтар салатын дүкенде, супермаркеттерде сатады, содан алсаңыздар болады. Черек қызанағын 2-ге бөліп, тағы да әдемі қылып орналастырамыз. Енді мини моцарелла ірімшігін орналастырамыз. Үстіне соусты қасықпен немесе өзінің бөтелкесіне сақтасаңыздар болады, сонымен құйып шығамыз. Стаканды алып тастаймыз. Бұдан негізі үлкендеу ыдысты пайдалансаңыздар, сіздің браслет формаңыз одан да әрі дәмді, күшті, керемет болып көрінеді, әдемі болып. Солай жасасаңыздар болады. Келесі екінші салат қызылшадан жасалады. Қызылшаны жай ғана суда қайнатып алдым. Одан соң видеода көрсетілгендей осылай кубик ретінде турап шығамыз, және де ортасына орналастырамыз. Арасына моцарелла ірімшігін 2-ге бөліп саламыз. Бұл салатқа тек қана рукколаны ғана пайдалансаңыздар болады. Мен бірақ микс жапырақтарды пайдаландым. Бөлек ыдыста осы біздің авторлық соуспен араластырып аламыз да, осы салаттың үстіне қоямыз. Болды, ешқандай да қиындығы жоқ. Мына жерде мен бальзамический соуспен әсемдеп жатырмын. Ол да бір ерекше дәм береді. Айтпақшы, 2 салатқа да кедір жаңғақтарын пайдалансаңыздар болады. Әсіресе қызылша салатына кедір жаңғағын қосу қажет. Мен мына 2-ші салатқа кунжут қостым. Ол да әдемі болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын.